Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын ұйғыр самсасының рецептімен бөлісетін болам. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен електен өткізілген ұнымызға сары майымызды теркадан жақсылап өткізіп аламыз. Қажетті заттардың тізімін описание бөлімінен қарасаңыздар болады. Теркадан өткізіп болғаннан кейін сары майымызды ұнымызбен осылай қолымызбен жақсылап үгітіп аламыз. 1 шай қасық тұз саламыз. 1 жұмыртқа, 2 жұмыртқаның сары уызын қосамыз. Енді 100 грамдай қаймақ қосамыз. Қаймақтың проценті маңызды емес, кез келген қаймақты қолдансаңыздар болады. Енді жұмсақ қамыр илейміз. Енді қамырымыздың үстінен су қосып, жақсылап илейтін боламыз. Артық ұн қолданудың қажеті жоқ. Міне көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз жұмсақ болып иленді. Енді оны салафан пакетке салып, тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. Тыңған қамырымызды алып, екіге бөліп аламыз. Екі қамырымызды да оқтаудың көмегімен жайып алатын боламыз. Қамырымыз жұмсақ болғандықтан оңай жайылатын болады. Жайылған қамырдың бетіне ертілген сары майымызды барлық жеріне жақсылап тегістеп сүртіп шығамыз. Қамырдың бетіндегі сары майы қатып болғаннан кейін үстінен екінші қамырымызды қойып шығамыз. Екінші қамырдың бетіне де ертілген сары майымызды барлық жеріне жақсылап сүртіп шығамыз. Екінші қамырдың да бетіндегі сары майы қатып болғаннан кейін жақсылап тығыздап, ішіне ауа кіргізіп алмастан орайтын боламыз. Дайын болған қамырымызды салафан пакетке салып, жарты сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Енді самсаның салмасын дайындап аламыз. Бізге тартылған ет, пияз, тұз, қара бұрыш, зира, 1-2 қасық сұйық май қажет болады. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Тыңған қамырымызды тоңазытқыштан алып, бөліктерге бөліп алатын боламыз. Менде 20 штуктай самса шықты. Сіздер өз қалауларыңызша кессеңіздер болады. Енді осы бөліктердің барлығын жайып алатын боламыз. Самсамыздың ішіне салмасын салып, екі шетін біріктіріп, қолымызбен жақсылап жабыстырып шығамыз осылай. Енді үстінен астына қарай осылай қысып шығамыз. Сонда әдемі болып шығады самсамыз. Енді самсаның бетіне жұмыртқаның сарысын сүртіп, үстіне күнжіт себеміз. Қызып тұрған пеште 25-30 минутта пісіріп аламыз. Өздеріңіздің пештеріңізді ыңғайына қарай. Міне біздің үгілмелі, қатпарлы, жұмсақ, дәмді самсаларымыз дайын.
барлықтарыңызға жасап көруге кеңес етемін. Отбасыларыңызға жасап беріңіздер. Менің отбасыма қатты ұнады. Енді осы рецептпен жасайтын боламын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар.